Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы бас, қол, аяқ. Тема урока голова, рука, нога. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Бас, голова, қол, рука, аяқ, нога. Екінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Второе задание. Посмотри на картинку, ответь на вопрос. Мынау не? Что это? Тақпақ жаттаймыз. Он қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Екі қолда барлығы бар екен ғой 10 саусақ. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Третье задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Мынау менің басым, это моя голова. Мынау менің қолым, это моя рука. Мынау менің аяғым, это моя нога. Тақпақ жаттаймыз. Он қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Кел санайық, ал мұны неше болды барлығы? Төртінші тапсырма. Суретті аяқта. Четвертое задание. Закончи картинку. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Пятое задание. Послушай, повтори. Обрати внимание на звуки казахского алфавита. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.